Баршаңызға сәлем. Мен қазір сіздерге адамның деңгейі, адамның тұлғалық деңгейінің дамуы туралы керемет мысалмен бөліскім келіп тұр. Мысалға, мына жерден бір сызық сызайық. Бұл періштелердің деңгейі дейік. Періштелер қандай болады? Олар всегда жоғары иманмен болады. Керемет құлшылық, стабильность, олар соблазнға берілмейді, оларда нәпсі жоқ деген сияқты, например. Олар өзінің ғұмыры бойы әрдайым құлшылықта болады, яғни стабильді міне бір сызық. Және бізде шайтанның деңгейі бар. Ол періштенің деңгейінен төмен әрине. Ода онша емес құлшылық, иман почти жоқ, мысалға құлшылықта жоқ, негатив, подавленность, не тағы. В общем, деңгей төменде. Және де адамның деңгейі осы екеуінің ортасында болады екен. Бірақ бізде өмірде, көбінесе осы адамдарда, әсіресе осы мұсылмандарда, бұл деңгей осылай болады екен да. Бірсе көтеріледі, бірсе түседі, бірсе көтеріледі, түседі деген сияқты. Бірақ Аллах тағала Құранда айтады, ол мен адамдарды және жындарды тек қана құлшылық ету үшін жараттым деп. Яғни біздің өмірлік миссиямыз ең бірінші құлшылық, және сол құлшылық деңгейін кемелдігіне жеткізу. Және Аллах тағала адамның идеальный болғанын қаламайды екен да. Періштелердің деңгейі мысалға идеальный ғой, былай қарап тұрсаң. Бірақ та адамды ол үшін жаратқан жоқ, ол үшін періштелер бар. Және де Алла қалайды екен біздің тұрақты түрде дамығанымызды. То есть ол бізде мысалы қызылмен жазайын қазір. Бізде адамдар осылайынан түсіп көтеріліп емес, наоборот, осылай өскенімізді қалайды екен. Тұрақты түрде. Үздіксіз азаздан деген керемет сөз бар ғой қазақта. Сол сияқты адам үздіксіз даму арқылы періштелердің уровенінен аса алатындай сондай болып құнды қылып жаратылған екен да адам баласы. Сол себепті адамның дамуында шек жоқ деп айтып жатады ғой. Бәрі Аллах тағаланың қолында, Алланың құдіретіне, шексіз іліміне сенген адам бұны толықтай түсінеді деп ойлаймын. Және де бұл кішігірім мотивация, түсінген адамға жігервация. Сол себепті пайдалы болады деп үміттенемін.